Кеш жарық. Қалдарыңыз қалай? Бақытжамал, күшті сердечкалар жібердіңіз. Рахмет. Даусым қалай? Саламатсыздар ма? Сәлем баршаңызға. Даусым естіліп тұр ма сіздерге? Мен кішкене тамағым ауырып қалды кішкене. Біздің Бекзат мороженое көп жейді, оған мороженое жеме, тамағың ауырады деп жүріп, өзім тамағым ауырып қалды. Бекзаттың тамағына түк болмады. Все-таки не айтсаң, аузыңмен не айтсаң, миыңда не ойласаң, сол болады деген ғой. Бекзат вообще ойламайды тамағы ауырады деп, мороженое, қыс бойы мороженое жеп шығады ғой. А мен мороженое жемесем де тамағым ауырып қалды ғой, білмеймін. Даусыңыз жақсы, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, аман есен, тек кішкене тамағым ауырып қалған болмаса, бүгін сироп алып аптекадан ішіп жатырмыз. Және немен лимон плюс имбирь чай ішетін боламыз. Анара отправила запрос дейді, шипасын берсін. Мен айтқаныңыз келсін. Тиімді несие сабағы тиімді болса екен. Сабақ өте тиімді. Мен оған сенімдімін. Сабақ тиімсіз болса, қандай да күмәнім болса шығармаушы едім. Ал енді сабақты көрген соң сіз әрекет етуіңіз керек. Ол жерде просто ешқандай сиқырлы таяқша жоқ. Оқырманым запрос жіберген, қабылдап едім. Ұялдыма қайта шықпай қойды. Бүгін қандай тақырып? Мен ақша жинау тақырыбын қозғағым келеді сіздермен. Дәл осы ақша жинау барысында өзімде қандай кедергілер болды. Жаңа видеоны көрдіңіздер ме? Бір баклажкаға қанша ақша жинаған, я? Әрине мен енді қазіргі біліміммен, қазіргі ақша жинайтын тәжірибеммен маған ой келді, осы ақшаны банкке хотя бы тым болмағанда депозит, ладно, инвестиция емес, тым болмағанда депозитке салса үстіне қосылатын еді ғой деп. Тым болмағанда инфляция, енді қанша уақыт жинаған белгісіз, егер ол кісі 1-2 айда жинаған болса, әрине ол түк емес. Ал егер де 1 жыл, 1,5 жыл жинаған болса, оны депозитке салса үстіне ақша түседі. Ал инвестиция ретінде салса, ол жерде вообще инфляциядан да, тіпті депозиттен де артықтау ақша түсетін еді деген ой келді. Дегенмен, егер сіз әлі ақша жинауды үйренбеген болсаңыз, тым болмағанда осы баклажкаға жинай беруге де болады. Ал кейін уже бірнеше жылдан кейін сіз уже опытный ақша жинайтын адам болған кезде уже депозитке саласыз, немесе инвестицияға саласыз. Арамызда барлығымыз ақша жинап жүрміз ба? Мында жауап берейікші. Ақша жинау барысында әртүрлі кедергілер болады. Мен де басымда болған. Мен де сол ақша жинайтын копильникті қиып, қайшымен ішіндегі ақшаны шығарып алып, оның шетін сындырып, ақшаны шығарып алып, 500 теңгеге копильник аласың, ішіне даже 5000 теңге жинап үлгермейсің, уже где-то бір айдан кейін уже оны ашып тастайсың, себебі срочно ақша керек болады, ішіне шығарып аласың. Осындай ситуациялар кімнің басында болды? Бірінші сұрақ, кім ақша жинап жүр? Давайте жауап береміз. Кім ақша жинап жүр? Кім ақша жинап жүр? Біз жинап жатырмыз, жинап жатырмыз. Окей. Енді ақша жинау барысында, жаңа мен айттым ғой, 500 теңгенің копильнигін сатып аласың, анаған қызығып, точно сыртында доллардың суреті бар копильникті аласың, бірақ ішіне бір жинай бастайсың, даже бір ай болған жоқ жинағаныңа. Просто даже 5000-ға жеткен жоқ ішіндегі жинаған ақшаң, уже оның ішіндегіні ашып, уже жұмсап отырасың, себебі срочно ақша керек болып қалады, Осында ситуациялар болды ма?
халайық Инстаграмдағы ақша айналым сервис дегеннен аулақ болыңыздар. Олар алаяқтар өзгенің атын құжатын пайдаланып халықты алдап жатыр, абай болыңыздар дейді. Ну, черная касса сияқты, видимо, алаяқтар. Алла қаласа жинаймыз скоро. Я болды, бұрын қатты жинаушы едім, қазір жинамай кеттім. Кредит алу үшін сақтандыру ашып барып береді, сол қаншалықты жақсы. Сақтандырудың тиімді жағы бар, тиімсіз жағы бар. Оны әркім жеке қарастыру қажет. Менде доход жоқ, жинай алмаймын, күйеуім лишний бермейді. Мүмкін онда доходтың көзін қарастыру керек. Туған күнімізге бір күн қалғанда ашамыз. Пост сақтап қойыңыз я дейді. Негізі бірінші балам барда қалай жинайтынмын. Болды, жинап жұмсап қою дейді. Жеке консультация қалай аламыз? Жеке консультация жөнінде WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. WhatsApp номер 8747 525 95 12. Бір сағат онлайн түрде өтеді, алдын ала жазыласыз. Бос аптасына бір күнді ғана жеке консультацияға арнаймын. Сол күні бос уақыт бар болса, сол кезде тіркеле аласыз. Бағасы 10 000 теңге, онлайн түрде өтеді. Сұрақты құжаттарды алдын ала жіберу қажет. Ескеріңіздер, консультация азаматтық істер бойынша болады, қылмыстық істер бойынша емес. Ондай ситуация болды, 4 бала туғаннан кейін болды, сындырды. Енді қараңыз, пока мен выключить комментарий жасайын, достар, біз адам жүруді үйренеді ғой, кішкентай сәби жүруді үйренеді, себебі ол өзгелердің артында еңбектеп, артында қалғысы келмейді. Өзгелер мысалға үйге алма алып келді, барлық аяғы шыққан балалар жүгіріп алманы алды. Ал еңбектеген бала, оны еңбекте баратын болса, ана жерде алма бітіп қалады уже. Ол сол өзінің қалауына қол жеткізгісі келеді. Қол жеткізу үшін не істейді? Ол жүруді үйренеді. Бастапқыда құлайды аямай. Мындай ходунок бар ма? Қазіргі ходуноктар күшті ғой, былай жүгіріп барады сразу. Ал мысалға мен өзім де 3 бұрыш ходунокта жүргем, ағаштан жасалатын ходунок бар. Вот примерно осылай тұрады. И мына жағында ағашы бар. Осындай ходунокпен жүргендер бар ма? Менің сіңілім, інім барлығы сондай ходунокпен жүрген. Сол кезде шынымен де бізде мына Қытайдан келген былай. Қазіргі отыратын ходунок болған жоқ. Сол ходунокпен жүгіреміз былай. Сол кішкентай есімде сіңілім, інім жүгірген кезде құлайды, тізесі құлайды, жаңағыдай жамбасы ауырады. Оған менің мамам жамбасы ауырмасын деп бір жұмсақ мақтамен бір памперс сияқты тіпті не тігіп берген, шорты сияқты. В общем, біз солай жүгіреміз, құлаймыз, аямай құлаймыз, Бірақ құласақ та түбінде үйренеміз ғой жүгіруді. Жүруді үйренеміз, түбінде үйренеміз. Себебі айналадағы адамдарға қараймыз, барлығы жүреді. Неге мен жүре алмаймын? Рас, олар жүре алады, олардың қолынан келді ме, менің де қолымнан келеді деп жүреміз. Дәл солай бұл жүру әдет болды ғой енді, Сіз әдетке айналдырдыңыз оны. Сол сияқты бастапқыда тамақты төгіп жейсіз, кейін басқа адамдар сіз төккен сайын жарты қасық төменге кетеді ғой, сіздің қарныңыз аш. Қасықты алып жедіңіз, жартысы төгілді, жартысы ауызға барды. Түптің түбінде сіз оны бастапқыда төккеніңізбен, кейін ең соңында сіз оны төкпей ауызға целый алып барып бір қасықтың барлығын асқазанға жіберуді үйрендіңіз. Яғни бұл әдет. Және бұл әдет сразу қалыптасқан жоқ. Өздеріңіздің үйдегі балаларын көріп жүрсіздер ғой, Қанша айда жүреді бала? Кем дегенде бір примерно ол бастапқыда еңбектейді, одан кейін жүреді, одан кейін құлайды, бірінші еңбектейді, одан кейін жағалап жүреді, кейін жүре бастайды дегендей. То есть кемінде бір жарты жыл кетеді. Енді ақша жинау дәл сондай әдет. Бастапқыда сіз жүре бастаған кезде бала құлайды ғой, сол сияқты сіз копеечникті бастапқыда алып жұмсап қойсаңыз, это не означает, что сіздің қолыңыздан мүлдем ақша жинау келмейді дегендей. Бастапқыда менде де болған. Но қазір мен уже әрине крупный сумма жинаймын. Айтуларыңыз мүмкін, Гүлмира, сен крупный сумма тапқан соң крупный сумма жинайсың деп. Жоқ, олай емес. По чуть-чуть жинап, ол крупный суммаға барады. Вот честно. Менің табысым сіздердікінен бір 10 есе, 20 есе көп десеңіздер, қателесесіздер. Өз еңбегіме сай табамын. Егер жұмыс істемей жататын болсам, маған ешқандай ақша аспаннан түсіп жатқан жоқ. Қараңыздар, ақшаны бастапқыда жұмсап қою менде де болды. Даже элементарно Бекзат екеуміз келістік, вот Бекзатқа үйреткім келді ақша жинауды. Өзім әлі дұрыс үйренбеген, бірақ Бекзатқа үйреткім келіп жүрді. Негізі бар ғой бала тәрбиесінде. Балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле, бала саған қарап өседі деген. Сол білмеймін, мен бірден Бекзатты тәрбиелегім келді, копеечникті алып осыған ақша жинаймыз дедік. Ішіне ақша салып жатырмыз, бірақ бір күні жұмысқа барайын десем, мен уже 9-ға жақын кешігейін деп жатырмын. Жаяу баруға мүмкіндік жоқ, себебі мен жұмысқа кешігуім мүмкін. 200 теңгені копеечниктің ішіне қайшыны тығып, ортасына анау қаңылтыр копеечник қой, сыртында доллардың суреті бар. Барлықтарыңыз көрген шығарсыздар,
сондай копейникке просто қайшынымен шетін ашып ана ішіндегі 200 теңгелікті былай қайшымен шығарып алған есімде. Вот, то есть ақшаны жинап жүріп жұмсап қою ол барлығының басында болады. Себебі жаңағыдай жүруді үйренген кезде құлаймыз бірнеше рет, одан кейін ғана біз жүруді, нақты жүруді, аяққа тік тұруды үйренеміз. Сол сияқты сіз жинап бастадыңыз. Сол үшін айтпағым, копейник сатып алып ақша құртпаңыздар. Жаңағыдай 500 теңгенің копейнигін сатып алып, ішіне 500 мың теңге жинап үлгермей, 5 мың теңгені жинап үлгермей, оның ішін уже қиып ашып, ішіндегісін алып аламыз, иә. Сол үшін просто банкта, біз әлі күнге дейін, мысалға Бекзат әлі күнге дейін банкаға жинайды. Но өткенде ғана ағасы копейник алып берген, бір такой неден жасалған, керамика емес, бір сондай сынатын заттан жасалған, соған жинап жүр. Оған дейін бізде тек қана каждый раз біз банкаға жинайтынбыз. Банкаға жинаудың себебі балаларға әдет ретінде қалыптасу үшін. Негізі мен үйдегі жаңағыдай банкаға, үлкен банкаға ақша жинағанды онша құптамаймын, себебі инфляция ақталуы керек. Инфляция білесіздер 8 иә бізде қазір. Сол үшін мен банкке тым болмағанда, хотя бы банкке, депозитке, немесе мүмкіндік болса жақсы бір инвестицияға салғанды жөн көремін. Бірақ балаларға біз инвестицияны, депозитті бірден үйрете алмаймыз, олар көзімен көріп әдет қалыптастырған жөн. Сол үшін банкіні просто сыртын ораймыз, қаласаңыз жылтыр қағазбен, немесе бір датаны жазуға болады. Ақ парақпен, кәдімгі А4 парақпен, дәптердің парағымен жинайсыз да, сыртына жазасыз. Мысалға 31 желтоқсан 2022 жылы ашамыз деп. Ішіне соны одан кейін скотчпен орайсыз, бетінде обязательно қағазбен жауып тастайсыз, чтобы ішінде қанша ақша бар екенін ешкім көрмеу үшін. Ішіне ақшаны сала бересіз. Вдруг сіз қатты шұғыл керек болып жатса, ол банкін сындырып жүрмейсіз ғой енді. Және бұл әдет, ерік жігер. Ақша жинау үшін көп ақшаның қажеті жоқ. Ақша жинау үшін білім керек және ерік жігер. Бұл әдет. Егер сіз қазір 100 мың теңге айлық алып, кешіріңіздерші, тамағым. Қазір көптеген сылтау айтасыздар, сұрақ қойсам, неліктен ақша жинамай жүрсіз деп сұрасам, ақша жетпейді дейсіздер. Үшемді обязательно хайтер деп жазып кетеді, Гүлмира, сен миллионда тауып жатсың, сен сол үшін жинайсың деп. Олай емес. Сіз қазір 100 мың теңге айлығыңызбен ақша жинап жүрмесеңіз, хоть миллион табыңызшы келесі айда, мен сізге гарантия берем, зуб даю дейді ғой, бұрын нан ұрсын дейтін бет, құдай сақтасын, ұрмай ақ қойсын. Мен сізге гарантия берем, 1 миллион зарплата алсаңыз да сіз ақша жинамайсыз. Егер сіз 100 мың теңге айлықтан хотя бы 5 мыңнан жинап жүрмесеңіз. Сеніңіз маған. Себебі ақша жинау бұл әдет. Сіз қазір түсіңізді жұмасаңыз, қазір түсіңізді жұмаңыз мүмкін, айтасыз, мен шаршап келем, жұмыстан келем де сылқ құлайым болды, аяғымды түсімді жууға қолым тимейді дейсіз, иә? Кешіріңіздер. Бірақ сіз шаршамайтын жұмысқа, қазір сіз 8 сағат жұмыс істейсіз, бірақ 4 сағаттық жұмысқа кіріңізші. Бәрібір сол түсіңізді жумайсыз. Себебі әдет жоқ, әдет. Сол сияқты ақша жинауға да басты қажеттілік бұл әдет. Кешіріңіздерші, жатыр. Күнім, маған гербион мен қасық алып келіп берші. Тамам, құшы жатыр. Сондықтан, тым болмағанда 60 мың алатындар хотя бы соның 5%-ін жинап бастаңыздар. 60 мыңның 10%-ы 6 мың, 5%-ы 3 мың. Ойлауыңыз мүмкін, ой, 3 мың не болады маған деп. Бірақ 3 мың үстіне капать еткен сайын ақшаны шақырады. Мен мына тұжырыммен келісемін, ақшаның энергиясы бар. Денежная энергия шынымен де бар. Және ақшаның негативті энергиясы бар, позитивті. Қасық кішкентай. Гербия мында тұр столдың үстінде. Егер сіз қарызға ақша алсаңыз, ол керісінше қарызды ары қарай хотя бы азайтып ай сайын төлеп отырмасаңыз, ол қарызды шақыра береді. Черная дыра деген шынымен де бар. Кейбіреулер айтады ғой, мен 1 миллион қарызбын, соны төлемей қойсам болады ма? Или кейбіреулер біреуден қарыз алады, ол кісі кейін сұрамайды, қолын сілтеп бір кетеді, может сұрауға ұялатын шығар ол кісі, иә? Одан кейін тіпті оның қарызын қайтармады, бірақ ары қарай қарызға кіре береді. Себебі уже ол біреудің еңбегін жеп отыр. Еңбегін жеп отырған адам ол ары қарай қарызға кіре береді. Немесе біреу оны алдырып кетеді, немесе жаңа Инстаграмдағы мошенниктер дегендей. Кішкентай қасық алып кел. Амандасып қойсайшы. Ассалаумағалейкум. Футболка киіп келетін болсаң үстіне. Ұят емес пе? Давай. Қасыңа бірмен жем,
Тамағым жыбырлап кетті ғой. Сондықтан мен сіздерге айтарым, қазір қанша жалақы аласыз, тұрғын үйге салсақ, егер сіз баспана алғыңыз келсе, әрине тұрғын үйге жинайсыз. Әрі қарай үй алып болған соң уже басқа мақсат қоясыз, сол басқа мақсатыңызға жинайсыз. Арест шешу жайлы сабақ бар ма? Сабақ бар, бірақ қазір ол сатылымда жоқ. Бүгіннен бастап, мысалға қазір барлықтарыңыз февраль ақпан айының жалақысын алып жатсыздар. Просто 2000 теңгені жоқ деп есептеңіз. Каспи депозиттен көбісі сразу шығарып алады. Егер Каспи депозитте жұмсап қоятын болсаңыз, просто басқа жерге жасырыңыз. Білесіздер ме, мен осы ақшаны жұмсап қоятын әдетіммен күрескенде, яғни депозитті жаңағы жинап жүрген ақшаны жұмсап қоямын ғой. Ақшаны әр жерге жасырып кететін. Рас айтамын, ақшаны то бір ақ матаға жасырам, то бір зеңеге жасырам, в общем, бір конвертке жасырам, сөйтіп. Кейін гардеробта бір генеральный уборка жасап жүрсем, әр жерден ақша тауып аламын. Мен себебі мен негізі білмеймін, есте сақтау қабілетім бір жағынан жақсы, бір жағынан онша емес. Кейбір нәрселер есімде қатты қалады, адамның түрі, әсіресе хейт жазатын, жамандайтын аккаунттар деген сияқты. Ал кейбір нәрселер есімде қалмайды. Ақшаның қайда болғаны есімде қалмайды мен негізі. Сол үшін ғой мен жазып жүремін. Мына телефонда менде программа бар. Бүгін обедке қанша теңге жұмсадым, бензинге қанша жұмсадым, барлығын жазып жүремін. Себебі мен есімде тұрмайды қайда жұмсап қойған. Сол сияқты мен ақшаны копиликте тұрған кезде жұмсап қоя беретін едім ғой. Сол үшін зарплатаны алған кезде 10 000 теңгені аламын да бір қағазға ораймын да просто киімдердің арасына тыға саламын. И реально мен оны таппай қаламын. Кейін генеральный уборка жасағанда ақшаны тауып тұрамын, вообще таң қаламын. Солай мен бір 3-4 жерден ақшаны тауып алғаным болған, реально. И әлі күнге дейін егер мен мысалға бір 100 000 теңгені орап бір жерге қойып кетсем, таба алмай қаламын. Таба алмай емес, мен просто есімде қалмайды ол ақша, мен оны іздемеймін. Бұл амалды да қолданып көрсеңіздер болады, әйел адамдар. Просто сіздерге лайфхак айтып жатырмын ғой. Себебі мен де өздеріңіз сияқты әйел адаммын, мен де көп жұмсап қоятын. Кейде бір ақша түскенде жаңағыдай 100 000, 50 000 алып, вообще бөлек басқа жаққа қоя салсам, іздемеймін. Вообще жоқ деп ойлап жүремін, кейін басқа жерден ақша іздеп жүремін ғой, енді жаңағыдай. Маған ақша керек еді, қосымша заказ керек еді, не істесем екен, мына заказды қабылдасам екен деп. Мысалға көптеген заказдар түседі, мен кейде көбіне отказ беремін заказдардан, уақытым жоқ болғандықтан. Ақша керек кезде ойлайсың, Гүлмира, осы демалса демалмай ақ қойшы, ақша жинап алшы, ақша срочно керек, балалардың оқуын төлеу керек дегендей. Себебі үйде жаңа студент қыз бар, інім бар, жаңа ұлым бар дегендей. Сондықтан бұл амалды қолданып көрсеңдер де болады, әйел адамдар. Ұмытшақ ауырып болсаңдар жақсы көмектеседі. Вообще 10 000 теңгені аласың да айдалаға бір киімдердің арасына бір жерге жасырып қоясың, үйің ішіне жасырасың ғой. В общем, үйде жатады ол ақша. Солай жинап алуға да болады. Сіздің үйде жинап беретін адам керек емес пе дейді, Бауыржан айтып. О, мама. Пысықсыз ғой. Мама. Жоқ. Үйді жинауға ешкімді шақырмаймыз ғой, сол үшін өзім бөліп тауып жинап жүремін ғой. Мама. Үйіңді жинап беретін ақша адам керек емес пе еді, көрдіңдер ма? Қайдан біз тиындан алып жұмсаймыз ғой, тиынына дейін алып жұмсаймыз ғой. Енді сіздер ақшаны жинамасаңыздар кредиттен шықпайсыздар. Мен парақшаның жоғарысын көрдіңіздер ме? Бұрын кредиттен құтыл деп айтатын, қазір кредитсіз өмір сүр. Мен аудиторияма кірген адамдар кредитсіз өмір сүру керек. Сіздер потихоньку соған жаймен соған келесіздер түбі. Егер ниет етсеңіздер. Егер жоқ кредитке ала берем десеңіздер, онда өздеріңіз біліңіздер. Мен қазір даже рассрочкаға тауар алғанды қойып жатырмын, себебі зерттеп қарасам, рассрочканың үстінде скрытый проценті болады екен. Ну, скрытый процент емес, скрытый переплатасы бар. Айлық түге сот орындаушы ұстап қалды, не істеймін? Айлығыңыз зарплатный счетқа түсіп педі, сот орындаушыға өтініш жазыңыз, бұл зарплатный счеттағы ақша 50%-ін қайтарыңыз, ұстауға құқығыңыз жоқ деп. Прям өтініш жазыңыз официально сразу сот орындаушыға. WhatsApp арқылы, заказной почтамен, қазпошта арқылы жіберіңіз, себебі 50%-дан артығын ұстай алмайды. Және мынаған назар аударыңыз. Мысалға, сіздің жалақыңыз 100 000, сізде просроченный қарыз бар, жеке сот орындаушы одан 50 000 теңге ұстауы мүмкін. 50 000 теңге сіздің өзіңізде қалады күн көрісіңіз үшін. Ал егер сіздің жалақыңыз, например, 100 000 емес, 60 000. 60 000 болса, оның тең жартысын 30 000 теңгесін ұстап қала алмайды. Неліктен? Себебі жалақыңыздан ұстаған кезде сіздің қолыңызда кемінде 50% қалу керек, бірақ сол 50% прожиточный минимумнан төмен болмау керек.
2021 жылы прожиточный минимум 34 мың теңге ғой, там с копейками еще. 34 мың теңге қолыңызда қалады, сонда сізден тек қана қалған 26 мың теңгесін ұстай алады. Көрдіңіздер ма? Егер сізде вдруг аз айлық болса. Ем болсын, амин. Мен көкеден алған микрозайм коллекторларға өтіп кеткен, енді мен көкен сотқа бере аламын ба? Егер сіздің көкенің договорында МФО деген сөз жоқ болса, бере аласыз, жарамсыз деп тану үшін. Тиімді несие сабағына ертең төлесем болады ма? Жеңілдікпен. Жеңілдік тоқтады. Тиімді несиеге жеңілдік тоқтады. 4 в 1 комбо сабақтарға жеңілдік тоқтады. Және кеше айтқанымдай, март айында және апрель айында тиімді несие сабағы, яғни кредиттің переплатасын заңды түрде азайту сабағы сатылымға шықпайды. Кеше жеңілдік тоқтады. Мен ол туралы сіздерге хабарладым, стористе хабарладым, постта хабарладым, тікелей эфирде хабарладым. Маған реніштеріңіз жоқ шығар енді. Сіздің айтқаныңызда 2 айда 3 кредитте оқытылдым. Мен сабағыма қатыспай, тіпті мотивациялық, просто мотивациялық кредитте оқытылып жатқандар бар. Мен сіздер үшін өте қуаныштымын. Достар, кредит, қарыз, біреудің энергиясын алу, реально. Пока біреудің энергиясын, еңбегін ұрлап алып жүрсіз, сіздің өзіңіздіге үйге береке келмейді. Сол үшін 1000 теңгеден 2000-нан 5000-нан болса да қарызды қайтарыңыздар, кредитті қайтарыңыздар. Әрине, егер қазір төлеп жатқан кредитіңіз үлкен сумма болса, тиімді несие сабағына қатысып, переплатасын азайтып қайтарған жөн. Себебі бұл сабаққа қатысқанда реально уже фишкаларды түсінген соң, кредиттің жабылу кезегін түсінген соң, қай жерде қалай үнемдеуге болатынын түсінгендіктен, бұлар тезірек жабады тиімді несие қатысушылары. Жұмыстан қысқаруына байланысты отсрочка алған, енді жұмыс табылмады, енді не істеу керек? Алтын 91-91 точно жұмыс табылмады ма? Қазақстанда жұмыс табылмады дегенге мен таң қаламын. Headhunter'ге кіріңіз, OLX-ке кіріңіз, еңбек кезекке кіріңіз, жұмыс толып тұр ғой. Мен жұмыс жоқ дегендерге таң қаламын, білмеймін. Мүмкін сізге ұнайтын жұмыс жоқ шығар, хотя бы, бірақ сізде просроченный қарыз болса, ол жерде ұнайды, ұнамайды деп таңдап отырмаңыз, кез келген жұмысты істеңіз. Ақша жеткілікті болса да жинау керек пе? Иә. Ақша жеткілікті болса да жинау керек пе? Неліктен? Себебі біріншіден мен кітаптан оқыған тұжырымымды айтайын, иә. Заплати сначала самому себе дейді. 10%-ын кемінде өзіңе жинап отыру керек. Ешқандай қарызың жоқ. Ақша жеткілікті дегеніңіз Әлия Иманғалиева. Демек сізде кредит жоқ, түсінуім бойынша. Мен ойымша, ақша жеткілікті деген сөз кредит жоқ, рассрочка жоқ, ешкімге қарызыңыз жоқ. И сіз айдың аяғында қашан жалақы аламын деп күтпейсіз. Вот это вот ақша жеткілікті. Осы февральдың зарплатасы қашан күтеді деп күтіп отырмайсыз, себебі сізде ақша жеткілікті. Вот это вот мен үшін ақша жеткілікті. Егер сіз февральдың зарплатасын алып, уже жұмсап жатқан болсаңыз, немесе марттың 10-на дейін түседі ғой, қашан түседі деп күтіп отырған болсаңыз, сізде онша ақша жеткілікті емес. Сеніңіз. 6 ай ең мықты қаржыгерлердің беретін кеңесі, сіз жалақыңыздан соншалықты ақша жинауыңыз керек, чтобы 6 ай расходыңызды жабатындай. Сіз айына қанша теңге жұмсайсыз? Образно там 50 мың теңге продуктыға, 25 мың теңге жолға, 25 мың теңге, может, сіз бассейнге барасыз, егер там отбасыңыз жоқ болса, басы болса, там мысалға алайық, там 12 мың теңгесін залға жұмсайсыз, примерно 13 мың теңгесін бассейнге жұмсайсыз. Но плюс достармен қыдыруға, сыйлық, анау-мынау, кейде кофе ішуге бір 20 мың теңге кетеді. Примерно 120 мың теңге сіздің расходыңыз. 120 мыңды 6-ға көбейтеміз. 600, 720 мың, иә? Демек сіздің запасыңызда, мына жақта, на черный день емес, просто сіздің депозитіңізде 720 мың теңге свободно тұрып керек. Ешкім оған тиіспейтіндей. Ақша бар, кеше 4 в 1 комбо сабақ сатылымда болды ғой, не бар 3500 теңгемен. Сол жерде мен үйретемін, қалай мұны жинауға болатын. 6 ай алаңдама деген формула деп айтуға болады бұны. Егер сіздің 6 айлық запасыңыз бар болса, вот сол кезде ақша жеткілікті. А жалпы әрі қарай келесі ступеньге көтерілуді ойласаңыздар, енді бұл более продвинутый адамдарға несколько источников дохода болу керек. Мысалға, жаңа маған мында бір сұрақ түсті, көзім шалды, блогер болған ұнай ма, заңгер болған ұнай ма дейді. Кейде заңгерліктен шаршайтыным рас, себебі өте көп миды напрягать ететін жұмыс. Күніне 2-3 сағат заңдарды оқу,
кез келген сұраққа любой адам бала жауап бере салса, мен олай жауап бере салмаймын. Мен бірінші заңды ақтарып шығамын, одан кейін жауап беремін. Сіздердің алдарында бірден жауап беруім мүмкін, себебі оның барлығын мен алдын ала оқығанмын мына жақтан. Кейде заңгерліктен шаршайтыным бар, кейде бір жеңіл, кейде ойлаймын вообще маған бір офис менеджер, секретарь болып жұмыс істесем екен, ешкім мені мазаламайтындай, барып келе алып кел деген сияқты деп. Себебі мен шаршайды, бірақ өзіме кейде демалыс беремін. Блогерлік жақсы ма, заңгерлік жақсы ма? Жақсы, жаман деп қарамайын. Екеуі екі түрлі источник дохода для меня. Мен заңгерлігімнен табыс түседі, плюс блогерлігімнен де табыс түседі. Егер Инстаграм маған табыс әкелмесе, бұл жерде мен отырып қайтемін. Мен 30-ға келген адаммын. 16 жасар қыз емеспін, секеңдеп тиктокта, инстаграмда бекерден бекер жүретін. Себебі мен артында бағылатын балам бар, бауырларым бар, көмектесетін. Енді мен таңертеңнен кешке дейін секеңдеп жүріп, сіздерге еще ақша жинаңдар десем біртүрлі ғой. Әрине Инстаграм табыс көзі болып табылады, бірақ бастысы мен үшін адал табыс көзі болу керек. Заңгерлік ісім бойынша маған келіп тұрған адамның ісі проигрышный екенін көріп отырсам, мен 100%. Біз енді доказательствоны салыстырамыз ғой. Ол кісіге айтам, ісіңізде мынандай риск бар, мен бұл істі қабылдамаймын деп. То есть менің мақсатым просто одан бір 300 мың ақшаны алып, 2-3 ай соттасып жүру емес. Әрине соттың шешіміне ешкім гарантия бермейді. Кейде болады 50/50 соттасып көруге болады, вдруг жеңіп қаласың. А кейде сен көріп тұрсың заңгер ретінде, что все уже поздно. Статьяларды көресің, все уже ол адам где-то 99% жеңілуі мүмкін. Мұндай жағдайда мен просто открыто айтамын, сіз жеңілуіңіз мүмкін, ақшаңызды маған құртпай қойыңыз. Бұл жерде заңгерлікте де, блогерлікте де табыстың адал болуы. Сөзімді қорытындылайын. Более продвинутый адамдар ақша жеткілікті болған кезде сіз уже кішкене азартқа кіріп кетесіз. Азарт дегенде жаңа ойынның азарты емес. Өзіңді бір сынайсың. Мына жерде көрейін, мысалға инвестицияларды көрейін, акцияларды көрейін деп менде уже больше қызығушылық акция жақтарға кетті. Өзіңді сынайсың. Мына жерде мен қалай саралаймын деп. Акцияның өзін алу мысалға оңай емес. Акцияның оқулары білесіздер ме, қанша теңге тұратын? 1,5 миллионнан жоғары акцияны сатып алуды дұрыс үйрену үшін трейдер деген сияқты. И өзіңе кішкене вызов тастайсың. Гүлмира, сен мына жерде таба аласың ба? Сен мына жерде мына ұтады ма? Мынаның бағасы көтеріледі ме, төмендейді ме деп. Ол уже несколько источников дохода. Егер сіз міндетті түрде акцияға кетіп қалмаңыздар, инвестицияға, пока оны түсінуге ерте сіздерге. Хотя бы бірнеше жұмысты алып жүруге болады. Қосымша табыс көздерін алып жүруге болады. Чтобы у вас было несколько источников дохода. Сізде бірнеше табыс түсетін, мына ақша келетін бірнеше канал болу керек қой. Рассрочканың скрытый пайызын азайтпау заңды ма? Рассрочканың скрытый пайыз емес, скрытый переплата дейікші, пайыз емес переплата. Былай ғой оның скрытый переплатасы. Мысалға белгілі бір телефонда сіз Каспий кредит арқылы немесе там Сулпак, может технодом арқылы 100 мың теңгеге аласыз, 3 айға бөлесіз, там 33 мың теңгеден төлеп құтыласыз. Дәл осы телефонды егер басқа дүкендерден алатын болсаңыз, сіз оны 100 мың емес 80 мыңға алуыңыз мүмкін. Если за наличку алатын болсаңыз. А сіз дүкенге барғанда ойлайсыз, там Сулпакқа, Каспийге, например. Ой, мен қазір 100 мың теңгені сразу төлеп аламын, немесе оны 3-ке бөліп төлеймін. Әрине маған 3-ке бөліп тиімді дейсіз. Ал егер іздеп басқалармен салыстырып қаратын болсаңыз, дәл сол бағадағы сол тауар, дәл сол тауар сападағы 20 мың, 30 мың арзан болып жатады. Скрытый переплата дегеніміз осы. Каспий год салық туралы не айтасыз? Бұл жеке тұлғаларға қатысты емес деді ғой. Көбінесе бұл ИП-ларға қатысты. Каспиймен айналысатындарға қатысты. Каспий год переводтардың барлығына салық салмайды сіздерге. Мысалға сіз көбінесе там үйдің қасындағы дүкенге Каспий годпен төлейсіз. Жеміс-жидек сататын адамға таксистке Каспий годпен төлейсіз. Ол үшін сізге налог болмайды. Ал енді қабылдайтын адамдарға налог болуы мүмкін. Мысалға дүкенді ашып тұрған адамға күніне примерно 1 миллион немесе 500 мың ақша түседі әркімнен переводпен. Уже понятно, что ол адам кәсіппен айналысады. Сондай бір үлкен крупный сумма алатын Каспий годтардың иесі налог төлейтін болады. А сіздің күнделікті 2-3 мың теңге жаңа переводыңызға налог алмайтын шығар. По крайней мере, жоспар бойынша солай деп хабарлама берген болады. Үйді залогқа қойып кредит алу опасно емес пе? Негізі залоговый кредит, беззалоговый кредитпен салыстырғанда әлдеқайда тиімді. Дегенмен, мен бірнеше енді өз тәжірибемнен байқағаным, ипотека емес, егер үйді, тып-тыныш тұрған үйді сіз залогқа қойып ақша алатын болсаңыз, үйдің берекесі қашады. Ондай ситуация көп болған. Мен үйде залогқа қойып ақша алғанға өз басым қарсымын.
Білмеймін неге екенін, мүмкін үйдің жаңағы киесі бар ма, үйдің берекесі қашады. Бірнеше рет көрген. Вот честно. Лучше олай алмаған жол. Және мен түсінемін, егер сізде коммерческий объект болса, мысалға бізде енді коммерческий объектілеріміз бар, жаңағыдай арендаға беретін, иә. Біз кейде соны залогқа қойып, енді бұл бизнес қой, бизнес бойынша алып кейін жабуымыз мүмкін. Но ол коммерческий объект, ол жилое помещение емес, ол нежилое помещение. Ал жилое помещение, адам, әсіресе өзіңіз тұрып жатқан үй болсаңыз, оның берекесі қашады деп ойлаймын. Сол үшін мен кеңес бермеймін.